Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерді Learning Apps бағдарламасындағы бірнеше жұмыс түрлерімен таныстырмақшымын. Learning Apps на русском деп орыс қарпімен жаздым. Сол кезде міне мынандай нәтижелер шықты. Бірінші сілтемеге басып кірдім. Learning Apps'ның жұмыс үстелі ашылды. Жұмыс үстелі. Мен Мәнсия Түкетаева тіркелгенмін. Енді осы бағдарламада мен қалайша өз сыныбымды ашып, ол жерге оқушылардың аккаунтын қалай тіркеймін деген сұраққа жауап берейін. Жұмыс үстелінде «Мои классы» деген батырманы тауып аласыздар. «Мои классы» батырманы бастым. Бұл менің жұмыс жасайтын сыныптарым. Енді жаңа сынып ашып көрейік. Создать новый класс деген жерді тауып аласыздар және жаңа сыныбыңызды жазасыз. Үшінші В деп жаздым. Создать класс деген батырманы басамыз. Осы батырманы басқан кезде мінекей менде үшінші В сыныбының бумасы, яғни папкасы пайда болды. Енді аккаунт учеников 0. Әлі мен оқушылардың аккаунтын құрған жоқпын. Мысалы, 5-ші сыныбында менде 26 оқушы тұр. Енді осы 3-ші сыныбындағы оқушылардың аккаунттарын ашайық. Мәселен, мына жерде мынандай батырмалар шығады. Ең оңтайлысы создать новые аккаунты для учеников дегенді бассаңыз болады. Бастым, енді осы жерде балалардың аты жөндерін жазып шығасыздар. Аль-Фарис. Фамилиясы Абитанов. Сол сияқты, мысалы, Аюпова. Кешіріңіздер, Амалия. Аюпова. Мысалы, мен осылайша, мысалы, балалардың логин жаза берейін, аты жөнін. Енді мен бұны ойдан қарастырып отырмын, әріптестер. Қазір біздерге түсінікті болады. Енді мен соңғы 5-ші балаға келген кезде менде тағы да бір жолақ пайда болды. Яғни, осылай сіздің сыныбыңызда қанша оқушы болса, сонша оқушыны тіркей бересіздер. Енді әріптестер, балалардың логині және паролі автоматты түрде пайда болды. Енді қарап тұрсаңыздар, бұл логиндар және парольдар балалар үшін күрделі болуы мүмкін. Біз не істейміз? Біз баланың логинін және парольдарын оңайырақ қылып жасап берсек болады. Мен қайтадан Аль-Фарис деп жаздым. Мысалы, 333. Енді парольді де ойлап табам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сіздерге жеңіл болу үшін балалардың барлығына бірдей пароль енгізсеңіз, балалар парольдарын естерінде жақсы ұстайды. Мысалы, мен мынағанда 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп жаза аламын. Енді бәрін жазып, реттеп болғаннан кейін сохранить дегенді басасыз. Енді балалардың аккаунттары сіздің парақшаңызда сақталып тұрады. Енді бұны біз балаларға қалай берсек болады? Балаларға бергенде сіздер осы экранды әрине суретке түсіріп жіберсеңіздер болады. Не болмаса аккаунт распечатать список паролей деген батырма бар. Сол батырманы бассаңыздар, сіздің принтеріңізден мынандай балалардың мәліметтер шығады. Аты, тегі, логині, паролі. Не болмаса сілтемелер тұр. Осыларды жіберсеңіз болады балаларға. Балалар өздеріне берілген логин парольдармен кірген кезде олардың жасаған жұмыстары сізге автоматты түрде көрініп тұрады. Сондықтан балалар сіз жасаған логин парольмен кіргендері әрине жақсы болады. Енді бұл сыныптың сізге қаншалықты қажеті бар.
егер сіз мои классы деп бассаңыз, міне 3-ші В сыныбы, осы 3-ші В сыныбының жанында папка классы деген бар, статистика бар. Статистикадан сіздер балалардың қаншалықты кіріп, қаншалықты жұмыс істегенін көре аласыздар. Папка классыға сіздер осы сыныпқа арнап жасаған тапсырмаларыңызды жинақтасаңыз болады. Әзірше менде бұл сыныпқа жасаған жұмыстарым жоқ. Басқа сыныптардың жұмыстарына кіріп көрейік. Мысалы, 5-ші А сыныбының папка классы дегеніне кіріп көрейін. Осы жерде менде зат есім 2-ші деңгей деген тапсырма бар екен. Енді келесі сұрақ: біз қалай тапсырмаларды құрастырамыз? Мен сіздерге алдымен все упражнения деген батырманы басуға кеңес беремін. Осы жерден мен қазақ тілі маманы болғандықтан өзімнің қазақ тілі пәніме байланысты көптеген жұмыстарды тапа аламын. Мысалы, мұнда әртүрлі тілдер берілген. Английский язык, әрине бұл ағылшын пән мұғалімдеріне өте ыңғайлы, көптеген жұмыс түрлері бар. Сол сияқты әртүрлі пәндерде бар. Мысалы, математика бар, физика бар, орыс тілі бар, химия бар деген сияқты. Мысалы, мен другие языки дегенді бассам, мен өзімнің қазақский язык, мен тауып алдым өзіміздің тілімізді. Енді қазақ тілінде берілген, яғни бұл өзім біздер сияқты жасаған әріптестердің жұмыстары. Мен осыдан өзіме қажетті жұмыстарды тауып, көшіріп алсам болады. Не болмаса, мен өзіміздің жаңа тапсырмамызды құрастырсам да болады. Мысалы, ол үшін мен новое упражнение дегенді басамын. Міне новое упражнение. Осы жерде әртүрлі жұмыс түрлерін ұйымдастырса болады. Найти пару, классификация, хронологическая линейка, простой порядок, заполнить пропуски, вот текста деген әртүрлі тапсырмалар бар. Ойын түрінде де бар. Мысалы, жарыс түрі бар, сетка приложения, кто хочет миллионером деген сияқты әртүрлі тапсырмаларды жасауға болады.